бүгінгі таңда түскен науқастардың барлығы өте ауыр жағдайда. Біз күнделікті осы науқастармен бетпе-бет келеміз, күнде оларды көреміз, олардың қиналып жатқандарын. Енді мына халық ойлайды, індет кетті деп. Індет кеткен жоқ, әлі біздің арамызда. Сол себепті мен айтқым келеді, елге сақтанып жүру керек. Көпшілік жерлерге көп жиналмау керек, вакцинация алу керек деген нелермен. Біз күнделік осы кісілермен бірге болғаннан кейін біздің жанымыз ауырады. Келген науқастар өздерінің үйлеріне жақсы болып кетсе екен дейміз. Балалар, например, үлкен кісілер қиналып жатыр. Соларды күнде көргеннен кейін біз олардың аманшылықпен үйлеріне кеткенін қалаймыз.